Biz endi ұлы актерларды еске алғанда, тек қана оның бір жағын ғана еске алмаймыз. Өмірдегісі менен сахнадағы өнерін қоса еске түсіріп отырамыз. Біздің асыл актеріміз Серкаға, ол кісі ғажап адам еді. Мен Серкағай жайында көп айтам. Айта беремін. Өйткені менің өмірдегі ұстазым да сол кісі болды. Серкағайдың әрбір нәрсе ойға түскенде кей уақытта қатты ойланып кетесің. Шіркін-ай, Серкағай-ай. Осы театрға келерде көшерімізді осы жаңа театрға. Бір күн Ыдырыс Ноғайбаевтың машинасымен екеуміз бірге қайттық. Енді нағашы бір 30 жыл тұрасыз ғой деді, мен әзілдесе беруші едім. Ой, қайдағы 30 жыл. Жаңа театрға барып 5 жыл ойнасам арманым болмас еді. Бірақ ол арманы бола алмады Серкағайдың. Дүние салып кетті. Енді өлмейтін кісі жоқ, бірақ артынан із қалдырды. Қарабай. Серкағайдың Қарабайы деген енді бұл ғажап дүние ғой жатқан. Ол Қарабай біздің бұл елімізде Қарабайын Серкағайдың көрмеген кісі жоқ шығар. Серкағайға рахаттанбағанда кісі болмаған шығар. Серкағай Қарабайда қатып қалған, қаншықпайтын, 70 жыл айдап, 7 жапырағына аузым тимептау дейтін малын айтады. Сонда ана жаңғыз қызын малды одан жақсы көреді. Ал образ солай берілген, керемет, оны керемет актер керемет ойнады. Міне, осындай актерларды, Серкағай мәңгі өлмейтін адам. Әлі бірнеше ғасырлар өтір, біз де кетеріміз. Бізден кейінгілер бізді көріп айтар. Көрмегендер Серкағайдың сүгіретін көрір, күйнасын көрір, түскен жағдайларын көрір. Біздердің айтқанымызды тыңдар. Әрі қарай ол өлшемі жоқ, жалғана беретін. Ұлы актер, ұлы адам, керемет кісі. Ол отырған жері сондай бір комедия болатын. Күлдіріп, ал ашуланса, ол жері талқан қылып жүрді. Ал адамшылыққа келгенде бір дәрия ағып атқан үлкен бір нәрсе еді. Сондай Серкағай. Арнайы актерлық білімі болмаса да, көңілі зерек, қиялы ұшқыр Серкағай аз уақытта сахна өнерінің саңлағына айналды. Театрдың тырнақалдысы еңлік кебектен бастап, 70-ші жылдары сахнаға шыққан Вьетнам жұлдызына дейінгі аралықтағы ондаған спектакльдерде Серке Қожамқұлов шабыттана сомдаған рөлдер бар. Бұл рөлдерді жаңадан ойнаған сайын ол шеберлігіне шеберлік қоса түспесе кеміткен емес. Серке Қожамқұлов талантының куәсіндей сахнада оның өзіменен бірге ұзақ ғұмыр жасаған Мұхтар Әуезовтің еңлік кебек пьесасындағы Еспенбет рөлі. Бұл Серкағайдың театр сахнасында сомдаған алғашқы образдарының бірі. Көбей, мен саған билікті берсем, өз ойымнан асырып түсіреді берем. Екелді шиеленістірмей, ұтықты жерім біледі деп айтырам. Сенің ойың менің дауымды жастып жайдақтай, жадағалаттақ болатын болсам, мен билікті айтқызбаймын. Мен тұш жетіме ашы таяқ дейді деп отырмын. Шолақ Байталдың құйрығындай тобықты өктемдігін астындаймын. Тасқын судай кемерін шалқып, асып отырсың сен. Еспенбет, кеден болды, кедергі неден болды деп отырсың. Мен сенің бұлдауың орайсыз деп отырғаным жоқ. Екеуміз екеудің сөзі ұстап келген соң, дәнекер болатын жағын қарастырайық деймін. Olmasa koyarsan kolunu al. Kolayına жақта сақа қой. Жақпаса билікті өзің айт. Сап аяққа аз құйып сабынан қарауыл қарайтын болсаң, мен билікті айтпаймын. Тағы айтармын. Тобықтының азды көптісін сарапқа салатын жер емес. Көп болғанда кімнің басы, кімнің қанжығасында жүрер. Тобықтының найманғысы деген өрлік өктемдігін көргенім жоқ. Ерсіз неге береді? Олай болса, сенің қарымызды айтып шарған сөзіңе мен ере алмаймын. Тобықтының баласы менің билігіме тоқтайтын болсам, өз тентің ана кебім. Қыз, ата аруағына қастық қылған менің тентегім. Екеуіңді шарт бір болай. Мойнына арқан таққызып, өз қолыммен өлтіремін. Қазір істеймін осыны. Ұстат қолыма! Еспенбет,
тобықтыда арулер, иттің иесі болса бөрінің тәңірісі бар. Сенің бұл айтып отырғаның береке бітім емес. Найман мен тобықтының арасына ердің құны нардың бұлының дауыл саламды. Мұның арты атадан ұрпаққа кететін үзілдес қан кегі болғалы отыр. Ер қаны мойныма жүктеймін деме. Бітіңіз десең дүниеге тоқты салып. Ауырлықтың арасына мұндай сөз тастағанша, биятанбай жерге тықсамшы бұл жасымды. Жоқ! Мен ондай емескен сөзіңе ерамаймын. Менің кешер сөзім әлгі бір емес екі таңдау тастадым. Аяғарым сол тоқтасып бауыр балам десең, көресің айтқаныма. Әйтпесе арам аласпын. Оразаның түбіне мақсым жетер, азған елдің түбіне тақсыр жетер деп. Тобықта сені аяғаным жеткен. Бұдан артық менен кесім іздеме. Екінші тағы берер таңдауым, тура тұрсатын жерімді айт. Менің қолым жасарым дайын өтір. Тобықтының жағасы жығылмайды қоңғоймын. Көрдім, күттім, ал міне жауабын қазір бәр! Қазақ драма театрының шымылдығы 1926 жылғы 13 январда көтерілді. Бұл күні сахнаға шыққан Қалибек Қуанышбаев, Елубай Өмірзақов, Құрманбек Жандарбеков секілді халық өнерпаздарының әрқайсысы кейін ұлттық өнеріміздің бір-бір биік белесіне айналды. Осы өнер тарландары менен иық тіресіп сахнаға шыққан Серке Қожамқұлов алғашқы қадамнан бастап-ақ өзінің ең басты қабілетін көрермен алдына тарта білді. Ол Сереғаңның өмірде мол кездесетін тұрмыс көріністерін, ауыл адамдарының мінезіне тән детальдарды тап басып бейнелей алатын қасиет еді. Ал мұндай өнерге театр сол кезде аса зәру болатын. Өйткені театр өзі құрылған алғашқы жылдары сахнаға негізінен ұлттық спектакльдерді шығарды. Серке Қожамқұловтың ең сәтті сомдаған образдарының бірі Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқты пьесасындағы Қоңқай. Ол немене Сердалаға? Қарашада қаңтар барын, екі жақсы біріксе қабағда қар барын. Кәрекең не боларын ойлай бекесін деймін. Он ойласа осыны істермеді. Сердалаға, не дейсіз? Не айтқалы келесіз? Қай жақсылық айтар дейсің күнім? Қандасқандар достасып, бірмен бірі табысып жатыр. Сені Ақаннан, Ақанды елден айырмақшы, енді аяғын тартпасаң. Әке-шешеңді қабарқалатып, қаңғыртып жібермекші. Қайғылықтан бас тартар дейсің бұлар. Хазірет парда қайға айырылып жүмеділерден. Сорлы басым. Сорлы Ақтоқты. Мұны неге ертерек ойламап ем? 200 айқас қалдыр Ақтоқты. Бастарда сенікі. Ақалды ертен айырылмесе, тұса ерегіден айырылма. Бұл сенмен маған айтыны. Болмаса ақылаты басқа соқ. Жаман кетсін, аман кетсін. Бұл атығарал ергіді айтыны. Байла сөзінді. Түре-төкті әрбақ шақырып жарылғалды. Айтпадың деме. Бүгінгі түн сәтсіз түн. Я! Бүгінгі түн сәтсіз түн. Мынау бір сұмдықты айтып кетті ғой. Ойланшы ботам, ойланшы. Құдай-ай, сақтай көр Ақанды, Құдай-ай. Ойланатын не бар еді? Орныңды таппай беріппен. Ақанға кімнің ары төгілсе де бәрібір ол бір құйын соқты да кетті. Өз жөніңді білсейші. Жоқ, жоқ әке. Айып Ақанды емес. Менде, өзімді әке, өзімде. Құлан құрық ақсайтанға жел несібе болмақпысың. Есің болса ел безгенен сен де бестейші. Жетті ғой енді жерлеуің. Жай сөйлесеңді ұқпай ма? Не дейін? Не дейін? Тілектерің немен еді? Болды. Болсын бәрі де. Ақан атын атамаңдар енді.
Мен айықтым ол дертімнен. Айықпасам айығармын бір кезде. Ұзақ түндер құрғатады да көз жасын. Тәңірім куә. Мен тоқталдым. Жасата бер тойымда. Не қып ботам? Не қып айықтым дедің бе? Айықпайтын не бар еді? Айтпаппен желі шықтым. Фу деп бір қаққаннан қалмайтын. Өсек аяғының желігі басылсын, естірте берейін бе жұртқа? Айттым ғой әке. Дедім. Серағаң туралы менің айтарым көп. Серағаңнан көп үлгі алдым. Серағаңның жалғыз мен емес, бүкіл осы театрдың коллективінде қазір қызмет атқарып жүрген кісілердің көбісі үлгі алды. Сахнада болсын, өмірде болсын. Енді бұл кісінің адамгершілік деп отырсыз, адамгершілік жағы мынау үлкен актер болып өсіп, сол халыққа танылып, өзінің творчествосы бүкіл әлемге, бүкіл одаққа танылу үшін үлкен адамгершілік керек. Ал енді адамгершілігі аз, адамгершілігі нашар адамдар болатын болса, бұл актерлік профессияның өзі солай, бұл адамгершілікке құрылған. Жан-жағындағы үлкені болсын, өзіңнің жасты құрбы-құрдасың, кейін келе жатқан жастар болса, соларға өзі үлкен бір кішіпейілділікпенен, адамгершілікпенен қарамасаң, қызметіңде жүрмейді. Өйткені өзі қызметіміз өз партнерға байланысты, қасыңда отырған. Егер саған партнерің өзі қандай рөл ойнама, егер дұрыс қарамай отыратын болса, әр уақытта өзі іштей бір контакты таба алмай өтсең, ол рөлің шықпайды. Сондықтан да мынау Серағаңның бізге осы жай жүргенде болсын, сахнада болсын, айтып жүретін көп бір әңгімесі, балаларым іштей таза болыңдар. Рөлге дайындалғанда соған өзі шын тәніңмен кірісіп, соны сұрап біліп, өмірден көріп, солай тәрбие алып жүріңдер деп айтатын ақылдары көп еді. Кейде оған біздің жастар олай мән бермей, кейде осы Серағаң көп осылай бізге айтады, біз соның бәрін өзіміз білеміз ғой дегендей кететін жастар да бар. Ал енді соны оғып өзінше содан бір қорытынды шығаратын жастар да бар. Қорытынды шығаратын жастар жаңа арғарай өзі образын жасарда Серағаң осылай айтып еді. Серағаң Ақан серіде, Серағаң Қозы көрпеште, Қобыландыда бір классикалық спектакльдерді ойнағанда дайындығы мынадай еді деп айтып отыратын жағдай қазір бар. Мен өз басымда мысалы Серағаңменен талай өз партнер болдым, сахнада ойнадық. Сонда бір аңғарғаным, мынау Еңлік Кебекте мен Кебекті ойнадым, ол кісі Еспенбетті ойнады. Еспенбетті бұл кісі 26 жылдан бері ойнайды. 50 жылға тарта өзі ойнап келатқан рөлі, соны бірде-бір сахнаның сыртында Серағаң грим, жаңағы өз костюммен тұрғанда көріп, Сераға, осы сіз қазір шығайын деп тұрсыз, осы қобалжып, сондай сөйтіп тұрсыз дедім, қобалжып тұрсыз. Енді 50 жылда ойнадыңыз ғой, оған несіне қобалжисыз? Ол енді өз бәрі сізге сіңген ғой деп сөйтіп сұрап едім. Шырағым, халықтың алды әр уақытта жауапкершілік, қобалжу керек. Шыққаннан кейін сосын өзім жаңағы соған өзім өзі еркіндік сонда болады ғой деді. Сахнаға шыққанда халықтың алдына шығып, мен өзгермегенмен көрермен қауым өзгеріп отырады ғой әр уақытта деді. Соған берерім әр уақытта, әр заманның өзінің көрермені, әр көрерменге берерім әр қалай болу керек. Бұл образды 50 жыл бұрын былай ойнасам, қазір кішкене өсу дәуірі, халқымыздың, көрерменіміздің талғамынан шығып отыруым керек деп жауап берді. Серағаңның осы таза айтқан таза көңілі, әр адамның өзі таза айтқан пікірлер әр уақытта кісіге әсер етеді. Өйткені таза шын ниетіменен, тазалығымен айтып отыр. Сондықтан мына Серағаңды айтар едім мен, тазалықтың эталоны деп. Актерлықтың шыңы
тазалықтың эталоны. Серке Қожамқұлов өнердің мектебінен тәжірибе үстінде өткен адам. Алуан мінезде, қилы характерлі, кейіпкерлердің бейнесін сомдай жүріп, Сереған актерлық шеберліктің қиын құпияларына бойлай берді. Сахна сырын меңгеруге бар қажырын жұмсады. Міне сондықтан да азғана жылдың ішінде оның атағы бүкіл республикамызға мәлім болып, табысына ел қуанды. Серке Қожамқұлов 1936 жылғы Қазақстан өнер шеберлерінің сапында Москвадағы 10 күндікке қатысып, Астана жұртшылығына өнер көрсетті. Осы жолы оған жоғары награда тапсырылып, республиканың халық артисі деген құрметті атаққа ие болды. Театр сахнасында ұлттық бейнелердің тұтас бір галереясын жасап, бұл салада шеберлік шыңына көтерілген актер ендігі классикалық шығармаларда өз қабілетін сынауға тәуекел етті. 1939 жылы ол қазақ сахнасында тұңғыш рет Яга бейнесін жасады. Бұл тек қана жаңалық емес, сахнадағы ерлік еді. Өйткені сахнада Зымиян Яга болып, көрермен көкейіндегі ызақ екке от тастап жүрген актердің күні кешегі ауыл өнерпазы екенін ұмытуға болмайды. Қожамқұловтың творчестволық жаңа табысына театр сыны аса жоғары баға берді. Классикалық үлгідегі образдарды жасауда Серағаңның бір ерекшелігі ол кейіпкердің іс-әрекетіне, мінезіне белгілі дәрежеде ұлттық сипаттарды сіңіруге ұмтылды. Серке Қожамқұловтың сахнадағы жолы аса ұзақ әрі қызғылықты. Бұл жолдан бүгінгі жас қауымның көп нәрсені үйренуіне болады. Үлкен актер, үлкен мінездің адамы. Талантының құдіретіне мыңдаған адам басиып, дуылдата қол соққанда, академиялық театрға жүздеген көрермен тек қана Серкенің ойынын көреміз деп келетін күндер туғанда, басынан табысына баса айналмаған, бір қалыптан танбаған, ал сахнада сәтсіздікке ұшырап, сүрінгенде мұқалмаған, қайта қияға құлаш ұрған жігер иесі Сереған. Серағадан не үйрендің, қалай үйрендің, ол кісі не үйретті, қалай үйретті деген сұраққа әрине жауап беру бір сөзбен қиын. Бірақ менің бір қосарым, бір айтарым. Мына біздің буынның бір бақыты әсіресе. Осы 70-ші жылдар келген актерлардың біз өзімізді бақытты есептейміз. Серағаңмен бірге қызмет істегенімізге, әріптес болғанымызға. Бақытымыз дейтінім біз сонау 20-ші жылдары театрдың оғын көтерген көп алыптарды көре алмадық. Көргенмен көп дәмдес, әріптес бола алмадық. Бірақ соның есесінде біз Серағаңды көрдік. Оның ішінде менің өзімнің бір қосайтын нәрсем, әрине ол кісінің актерлық қасиетін бір сөзбен де жеткізу қиын. Серағаңның актерлық қасиеті менің ойымша бір жағынан алғанда ақыл мен парасаттың, шындық пен қиялдың, трагизм мен комизмнің, жоғарғы мәдениеттің синтезінде болатын. Бұл менің байқағаным. Және менің бақытыма орай мен ең алғаш сахнаға шыққаным Серағаңмен бірге болатын. Қозы-көрпеш Баян сұлу спектаклінің осы соңғы қойылымда Серағаң қатыспағанмен де күнделікті басы қасында жүріп, Әжекеңе болсын, орындаушыларға болсын, оның ішіне тікелей маған ішіндегі ең жасы болғандықтан көп ақыл кеңес айтатын. Сондағы кеңестерінің көбі осы қазақ сөзінің төңірегінде болатын. Бір 5-6 репетициядан кейін келіп, сахнада болған репетициядан келіп, маған оңаша былай шығарып алып, келес қалқам, мен ылғи келес дейтін. Келес қалқам, сенің бұлай жүріс тұрысың, мына партнерлармен сөйлесуің,
шешеңмен сөйлесуің, ана баянға деген көзқарасың бәрі дұрыс, бірақ сенің тіліңде асығыстық бар екен. Қазақ тілінің өзінің бір әуені болады, әуезі болады. Өзінің бір сөйлейтін мәдениеті болады. Сондықтан ең әуелі сен асықпа. Асықсаң болмайды, көрермен сені түсінбейді. Сен қазір ана жерден асығып, не айтып жатқаныңды кім не түсінеді? Амалсыз барып қасында отырған көршісінен сұрайды. Анау не айтты деп. Сол кезде сенің келесі айтқан тағы да жаңылып қалады, тағы да ұмытып қалады. Осыған қалқам сақ бол деп ақыл кеңес берген еді. Сонда тағы да бір шақырып алып, мұндай кішкентай рөлдерді ойнағанда, әсіресе комедиялық рөлдерді ойнағанда, айнамен көп жұмыс істеу керек. Анау айнаны ал, сосын өзің оңаша тұр да, анаған бет құбылысын былай жыбырлатып, былай көріп, көзіңді былай кішкене қимылдатып. Сонда мен әлгі тек қана сол бетін жыбырлатып ойна демеймін. Сонда кішкене мына бет құбылысың ішкі дүниеңе сай келетін болады. Осы жағын баса көңіл аудар деп. Әрине дос сияқты жалғыз маған емес. Барлығымызға айтқан кеңестерін, ақылдарын мен талай естідім. Бірақ менің өзіме бір әсер еткен нәрсе, және біздің ылғи қайталап айтатын нәрсеміз, Серағаң деген біздің қазақтың сөзінің, әдет ғұрпының, салтының, киім кию үлгілерінің энциклопедиясы болатын. Біз ол кісі барда ешқайда жүгірмейтінбіз. Мына киімді қалай киюші еді, мына шапанды қалай жамылушы еді. Біз көрмеген нәрселер ғой. Болмаса мына белбеуді қалай буынушы еді, сері қалай киінуші еді, қарапайым адам қалай киінуші еді деген нәрселердің біз көбіне назар аудара бермейміз. Сол мүмкін қазір назар аударатын болармыз. Ол кезде біз білмейтінбіз. Сол сөзін жаттап алып шыққанымызға мәз болатынбыз. Сол Серағаң сияқты үлкен апаларымыз, ағаларымыз, апаларымыз айтпаған болса мүмкін көп нәрседен біз хабарсыз да қалар едік. Серағаңның ешкімге ұқсамас қолтаңбасы қашанда мен мұндалап тұрушы. Ревизордағы земляника, түнгі сарындағы қыдыш пен тәнеке, тас түлектегі арпабай, алма бағындағы дәукен, қозы көрпеш баян сұлудағы қарабай, Абайдағы жиренше, Вьетнам жұлдызындағы уань. Актердің бір ерекшелігі, ол әр образда барлық талант қабілетін, барлық өнер құдіретін жұмсады. Міне сондықтан да комедиялық сипаттағы бейнені жасаса, көрерменін риясыз күлкіге бөледі. Ал оның драмалық қаһарманы шынайылығыменен, нанымдылығыменен есте қалады. Бір-біріне кере қарсы образдардың екеуі де сенімді бейнелеу, қас шеберліктің белгісі. Серке Қожамқұловтың бойынан табылған талант пен еңбекқорлықтың оны қазақ өнерінің көшбасыларының қатарына шығарды. Абыройға бөледі. Серағаң қазақ СССР және СССР мемлекеттік сыйлықтарын алды. Социалистік еңбек ері атанды. Ең бастысы, өзі бүкіл саналы өмірін арнаған туған халқының мәңгілік махаббатына бөленді. Бұдан артық бақытты ол өзі де армандаған жоқ.